Қазіргі таңда мемлекет қолдауының арқасында өңір экономикасын өрге тартатын өндірістік сектордағы серпінді жобалар жүзеге асырылуда. Соның бірі Қармақшы ауданы Ақай ауылындағы бетон өнімдерін шығаратын Мир 2001 серіктестігі. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 23 миллион теңге пайызы төмен несиеге қол жеткізген шағын зауыт жаңғырту және кеңейту жұмыстарын жүргізіп, өнім көлемін арттырды. Үстіміздегі жылдың тамыз айында Мир 2001 серіктестігі алтын сапа байқауының облыстық деңгейінде екінші орын алып, аудан мерейін үстем етті. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Кеңес одағы кезінде Қазалы кірпіш зауыты таңбасымен танымал Қазалы конфеті бүгінде жаңаланып, сөрелерге қайтадан түсе бастады. 50 жылға жуық тарихы бар Қазалы конфетін шығаратын зауыт 90-шы жылдардың тоқырауында жабылып қалған болатын. 2012 жылы кәсіпкер Нұрбек Қазбергенов өнімді жаңалап, Қазалы конфеттері цехын ашты. Өндіріске мемлекет тарапынан қолдау жасалып, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында 18 миллион теңге несие берілген. Конфетті шығарушылар бұрынғы дәмін сақтап қана қоймай, оны жетілдіре түсті. Қазірдің өзінде цехта күніне 500 килограммнан аса өнім өндіріледі. Тұтынушылары әзірше Қызылорда, Ақтөбе облыстарының тұрғындары. Биыл Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен өткізілген Қазақстанның үздік тауары 2015 өңірлік көрме байқауына қатысып, үздік азық-түлік тауарлары номинациясы бойынша жүлдегер атанды. Қармақшылық жеке кәсіпкер Темірбек Күзембаев отбасылық бизнеспен 20 жылдан бері айналысып келеді. Әуелгі кезде нан өнімдерінің бірнеше түрінен күніне 100-300 дана көлемде жергілікті дүкендерге өткізіп отырған кәсіпкер өз өніміне сұраныстың артуына байланысты кәсібін ұлғайтуды көздеп, Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы Қармақшы аудандық филиалының кәсіпкерлікті қолдау орталығының көмегіне жүгінді. Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы жыл басынан бері 5518 кәсіпкерге 11188 кеңес берген. Мұнымен қоса, кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының сүйемелдеуімен жалпы құны 683,8 миллион теңге тұратын 117 жоба қаржыландырылып жүзеге асырылуда. Арал ауданында жыл басынан бері өңірлік инвестициялық орталық арқылы жалпы құны 253 миллион теңге болатын 28 жоба қаржыландырылды. Бүгінде олардың бірқатары жүзеге асырылып, кәсіпкерлік саласы қарқынды дамуда. Сюжетке назар аударайық. Арал ауданында 3,5 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісі болса, олар түрлі сала бойынша халыққа қызмет көрсетуде. Солардың бірі Сайлаш Жұбаниязова. Кәсібесі аудандық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен өңірлік инвестициялық орталықтан қаржылай қолдау тауып, қонақ үй жұмысын жандандырды. Мұнда келушілерге барлық жағдай жасалған. Жайлы әрі жылы бөлмелер, кітапхана, асхана барлығы да талапқа сай. Осы 2015-тің июнь айында алдым. Бірақ алдында да жұмыс істелген, бірақ осы күрделі ремонттан кейін қонақтар жақсы келеді. Себебі біздің Арал теңізіне байланысты бізге көп шетелдер келеді. Олар сол қазақтың тұрмысын көргісі келіп, осындай үйлерге жақсы көңіл аударады. Қазір бізде 20 орын бар. Кәсіпкерлер палатасы негізгі мақсаты ауданымызда кәсіпкерлік саласын дамыту және бизнес ахуалды жақсарту болып табылады. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және мүдделеріне өкілдік етумен біздің негізгі бағытымыз ол кәсіпкерлердің мемлекеттік бағдарламаларға қатысуын жәрдемдесу, соларға себепші болу. Екінші деңгейлі банктер және өңірлік инвестициялық орталық арқылы қаржыландыру толық сүйемелдеу жүргізеді. Ал аудан тұрғыны Туби Ибраева жеңілдетілген несиемен 10 миллион теңге қаржылап балабақша ашуға жұмсады. Бүгінде ол 125 орындық Нұрай бөбекжайын салып, жұмысын бастап кетті. Заманауи үлгіде жабдықталған орталықта қазіргі күні жас ерекшелігіне қарай 5 топта 90-ға жуық бала тәрбиеленуде. 10 миллион теңгені осы ішін сыртын заманауи жабдықтап бүкіл балаға жағдай жасалды. Балапан бағдарламасы арқылы жұмыс істеп жатырмыз. 3 пен 6 жастағы балаларды бүкіл жаңағы мектепке дейінгі тәрбиемен, мектепке дейінгі оқумен 100% қамтамасыз етеміз деп 2020 жылға шейін соған да біз өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Немерелерімді осы сатқа бердім. Маған өзі ата-ана ретінде ұнайды. Даму программасына хозяиндары
пайдаланып, осы 2 этаж детсад стандартқа сәйкес, іші кең, тамағы дәмді, медперсоналы бар. Білікті педагог мамандар бүлдіршіндерге тағылымды тәрбиемен қатар үш түрлі тіл саясаты бойынша сапалы білім беруде. Кішкентайлар ана тілімізбен қатар орыс, ағылшын әріптерінде үйреніп, тақпақтар жаттайды. Балғындарға берілетін ас мәзірі де ерекше. Аспаздар тағамның барлық түрін қолдан жасап, сапасына мән береді. Ал дәрігерлер олардың денсаулығына жіті қарап, күн сайын тексеріп отырады. Тағы бір айта кететін жайт, балалардың қауіпсіздігі басты назарда. Сәбилерді үйлерінен алып келіп, апарып тастау үшін арнайы көлік қарастырылған. Жуырда өткен 14-ші Қазақстан-Ресейлік Еуропа-Азия шекарасыз ынтымақтастық халықаралық көрмесі аясында Ақтөбе қаласында өткен Республикалық сауда үздігі 2015 байқауында Жаңақорған ауданының Нұр орталық әмбебап базары үздік сауда нарығы номинациясы бойынша бірінші орынға ие болды. Сырбойлық кәсіпкерлер доллардың қымбаттауы мен теңгенің құнсыздануына қарамастан жұмыстарын одан әрі жетілдіру үстінде. Әлемдік дағдарысты еңсерудің тың механизмдерін енгізіп, кәсіптерін әртараптандыруда. Сондай жанның бірі Жаңақорғандық Аслан Әбенов. Ол бизнесін 2000 жылдары бастаған, бүгінде нарықтық экономиканың қыр-сырын жетік меңгерген. Қазіргі таңда мынау экономикаға байланысты аздан қажеттер бар әрине. Бірақ мынау ауыл шаруашылық өзіміздің Қазақстан өндірілетін өнімдер өз бағасынан ұстап отыр деп есептейміз. Қазір тарапта үкімет тарапынан көптеген көмектер жасалып отыр. Сауда-саттық пен ауыл шаруашылығын ұштастыра білген Аслан Әбенов бүгінде біраз іске бастамашыл бола білді. Жүздеген жанды жұмыспен қамтып отырған тағы бар. Тындырымды тірлігі мен берекелі еңбегі арқасында Ақтөбе қаласында өткен 14-ші Қазақстан-Ресейлік Еуропа-Азия шекарасыз ынтымақтастық халықаралық көрмесі аясында сауда үздігі 2015 байқауында бірінші орынды еншіледі. Бұл атақ маған саудадағы тұрақтылық, бағалардың қалыпты сақтаудағы еңбегім үшін берілді дейді еңбеккеш. Ауыл шаруашылығын қолдау, елді мекендердің экономикасын көтеру, халықтың әл-ауқатын көтеруіне байланысты мынау кеше бизнес форумда аудандық сауда базарының орнында бірінші орын алып келіп отырмыз. Өйткені қазір елдегі халықтардың жағдайы көтеріліп, өйткені оның әл-ауқаты, елдің сол ауылды жердің экономикасы дамып жатыр деп, сол еңбегімізді ескеріп, осындай жүлде орынға ұсынып отыр деп есептейміз. Аймақ кәсіпкерлері әлемді шарпыған қаржылық қиындықтарға мойымай, керісінше өз істерін жетілдіре бермекпіз дейді. Ол үшін бүгінде үкімет тарапынан жасалып жатқан қолдаулар мен арнайы бағдарламалар да бар. Ведомствоның аралық мүшелері осы Қызылорда облысына келіп, Қызылорда қаласында үлкен базарларды, үлкен сауда орындарды, Шиелі ауданына барып, Жаңақорған ауданына барып, өз көздерімен көріп, солардың түйінді мәселелерін тыңдап, солардың проблемалық жағдайларын тыңдап, өздерінің пікірлерін айтып, өз көздерімен бәрін көріп кеткен жағдайлар бар өткен жылы. Енді өткен жылда осындай сауда үздігі 2014 Астана қаласында өтті. Сол кезде біздің Қызылорда қаласынан сауда үйі, Атамекен деген сауда үйі қатысып, оның басшысы Ғани Пірімжанов, олар сол сауда үздігінде бірінші орынға ие болды. Сол енді сол традиция бойынша келе жатыр. Биылда біздің жаңағы Қызылорда облысының Жаңақорған ауданының жаңа орталық базар Нұр базары бірінші орынға ие болып, Қызылорда облысының кәсіпкерлік палатасымен қолдауын, соның сауда үздігінің өзінің ережелері бар. Сол ережелерге бәріне қатысты әр несін жасап, көмектесіп, видеороликтер түсіріп, жаңа фотоальбом түсіріп, бір жылдың ішінде солар өзінің нелерін көтеріп, сондай неге дәреге жетіп отыр нәтижесінде. Парламент мәжілісінде қазір арбитраж туралы заң жобасы қаралуда. Аталмыш жобаға сәйкес жаңа институт Қазақстанның арбитраждық палатасын енгізу көзделіп отыр. Бұл орган Қазақстан Республикасында арбитраждар қызметін жүзеге асыру үшін жағымды құқықтық, экономикалық және әлеуметтік жағдайды қамтамасыз ету мақсатында құрылады. При Национальной палате Республика Казахстан Атамекен создана. Белгілі заң талаптарына сай ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен бүгінгі күні тұрақты арбитраждық орталық құрылып, Біріккен ұлттар ұйымының тіркеуінен өтті. Сонымен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының аралық талқылау орталығы халықаралық сот қатарына жататындығын көрсетеді. Ол өзінің қызметтік міндетін осы орталықтың реттемесіне және ережесіне, сонымен бірге Қазақстан Республикасының қабылдаған халықаралық келісім шарттарына сәйкес атқарады.
Арбитраждық орталық азаматтардың, жеке кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың араларындағы азаматтық құқықтық қатынастарынан туындайтын дауларды қарайды. Олар арбитраждық орталыққа талап арыздар түсулер арқылы шешіледі. Талап арызды арбитраждық сотта қарар алдында талапкер арбитраждық орталыққа талап арызды тіркеу жарнамасын төлеуге тиіс. Оның көлемі ереже бойынша 60 000 теңге. Содан кейін арбитраждық жарнама төлену тиіс. Оның көлемі даулы болып отырған соманың 2%-ын құрайды. Сонымен аралық талқылау орталығының негізгі міндеттері кәсіпорындардың, ұйымдардың, қоғамдардың, жеке тұлғалардың мүдделерін және құқықтарын қорғау, заңдарды дұрыс және біркелкі қолдануды қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік қызметіне еркіндік құқығының кепілдігін іске асыру мемлекеттен ғана емес, кәсіпкерлердің өздеріне және олардың қоғамдық бірлестіктеріне де байланысты. Әрбір іскер қазақстандық ортаға кірігіп, инновациялық экономикадағы өз орнын табуға ұмтылуда. Алда маңызды жұмыстар, тың бастамалар күтіп тұр. Мақсат шағын және орта бизнестің дамуына мықты экономикалық негіз қалыптастыру. Келесіде жүздескенше.